болса қымбат телекөрермен, бүгінгі бағдарлама қонағымызбен таныс болсақ, 55-те 47 әскери бөлімнің әскери қызметкері Төлеген Жандос. Жандос мырза, бағдарламаға қош келдіңіз. Қош көрдік. Көңіліңіз қалай? Керемет, ойдағыдай. Жақсы. Жалпы әскердегі бір күніңіз қалай өтеді? Әскери өмір деген не? Қалай ол? Әскери өмір бастапқы уақыт сарбаздармен басталады. Оларды ұйқыдан тұрғызу, таңғы жаттығуға шығару, таңғы асқа алып бару, және таралымға шыққан кезде олардың киім үлгілерін қарау, аяқ киімдерін. Солайынан басталады. Түскі асқа дейін бізде сабақтар өтеді. Сарбаздарымызды үйретеміз, саптық дайындыққа, басқа да. Түскі астан кейін өздерін 2 сағаттық жеке уақыттар болады. Одан кейін кешке дейін сол сабақтар болады. Жақсы. Жалпы өзіңіз әскери қызметіңіз, яғни әскери борышыңызды қай өңірде өтедіңіз? Алғашқы шақыру қалай болды? 2023 жыл шақырылдым. Қарағанды облысы Приозерск гарнизонында әуе шабуылына қарсы әскери бөлімде 44-841-де. Бір жылдық әскери қызметші, мерзімді әскери қызметші болып, мерзімді өтеп келдім. Солай шақыртып алдым. Ол өңірге барған кезде тәртіпке үйретті. Енді қазіргі таңда таңғы жаттығудан бастап кешкі жаттығуға дейінгі уақыт қалай өтеді сарбаздардың? Қоғамдық жұмыстарға қатысасыздар ма негізі? Иә, қазіргі таңда қызмет етіп жатқан әскери бөлімде солай қоғамға араласамыз. Жалпы әскери тәртіпке үйрену қаншалықты қиын? Қиын түгі жоқ. Бір айдың ішінде ғой. Бір айдың ішінде қалыптасады. Қалыптасады. Жалпы өзіңіз айта аласыз ба? Ең алғаш сізге шақырту келді. Алғашқы эмоция, ата-ана білді. Қалай болды? Қарсылық болды ма жалпы? Балам сен бармай-ақ қой деген секілді. Жоқ, қарсылық болған жоқ. Келді, бардық. Жақсы. Дәл осылай Қарағанды облысынан бардыңыз алғаш рет. Жаңа орта, жаңа таныс адамдар. Қанша уақытта бейімделіп кеттіңіз? Енді әр өңірден келген түрлі мінезді адамдар ғой. Сөйлеу мәнері де әр түрлі болады. Иә. Бір айда ғой қалыптасқан мысалы. Ер азамат болғаннан кейін тіл табысу оңай. Тез тіл табысып кеттік. Жақсы. Енді өзіңіз отбасыңыздың қасында жүрдіңіз. Тек аяқ астынан бір жылға басқа өңірге баратын болдыңыз. Үйімді сағыну деген сезім болды ма? Отбасын сағыну? Иә, болады. Сағыну болады. Жақсы. Ал сіздерге ол жақта ата-анаңызбен сөйлесуге ұялы телефонын қандай уақытта да беретін? Қанша мерзімдерде беретін жалпы? Барғаннан кейін береді бірден. Сосын әр аптаның аяғында 2 күн, сенбі, жексенбі күндері телефон беріп отырады, хабарласып отырасың. Бір қуаныш жағдай болғанда сенбі, жексенбіге қарамайды, кез келген күн тәртібінде беріле береді. Жақсы. Жалпы сарбаздар арасында достық пен қолдау қандай деңгейде? Енді отбасына жырақталғанда екінші отбасын солар болады. Бір-біріне қолдау береді. Жоғарғы деңгейде ғой. Жақсы. Бәсекелестік болады ма жалпы? Бәсекелестік. Сен менен озып кеттің деген секілді. Енді жаңа өзіңіз айттыңыз ғой, әр өңірден келген әртүрлі тәрбиеде өскен балалар. Болады. Тек арасында ғой. Арасында ғана болады. Жақсы. Жалпы сіздер қандай жаттығу жасайсыздар? Тек жаттығу, азанғы таңғы жаттығуға шыққанда өзіміздің әскери жаттығу бар. 8 формада өтетін. Соны жасаймыз, одан кейін күнделікті жүгіретін 3 километріміз бар. Солайдан. Жақсы. Енді әскери қызмет сіздің өміріңізге қандай сабақ берді? Үлкен өмірге қадам тастау. Әскери қатарына барғаннан өзім сол жақта мерзімді әскери қызметші болғаннан кейін сертификат ұтып алдым. Тегін оқуға. Әскери бөлім осы Қызылорда қаласына әр универге жібереді. Қазір оқып жатырмын. Бір жағынан әскери қызметші болып жұмыс істеп жатырмын. Өте керемет. Жалпы мемлекеттен қолдау дәл осылай оқу орны бірінші, иә, сонда? Мемлекет тарапынан берілген. Жоқ, мемлекет тарапынан көп берілетін. Например, енді баратын болса қазіргі балалар, жас балалар
несиесі болса атында оны тоқтатып қояды бір жылға. Сосын осындай оқулары бар. Көмегі көп қазіргі таңда. Жақсы, енді биылғы жаста жүрсіз. Енді өзіңізден кейінгі жас буынға қандай кеңес немесе ақыл айтасыз осы әскери өмір туралы? Әскери өмір туралы. Әскерден қашпаңдар деймін. Барыңдар бір жыл. Тез өтеді. Еркек болғаннан кейін ол парыз деп ойлаймын. Әскерден кейінгі өмірге дайындық қалай жүргізіледі? Енді бір жыл бойы сіздер қатал тәртіпте өмір сүрдіңіздер ғой. Келдіңіздер, жалпы қоғамға сіңісіп кету үшін қалай болады? Оған да уақыт керек. Бір-екі апта шығар. Бір-екі апта. Одан кейін үйреніп кетесің қайтадан. Жалпы бір-екі апта бойы таңертең ерте тұрып, қозғалыс жасау. Ерте тұрасың. Жақсы. Сіз бағана айттыңыз, осы Қарағанды қаласында сіз өзіңіздің борышыңызды өтедіңіз. Ал біздің өңірге қалай сіз жұмысқа тұрдыңыз? Мен 55-47 әскери бөлімде мен келгеннен кейін әскерден естідім. Осындай жаңадан батальон ашылып, әскери қызметшілер қабылдап. Барып өзім тапсырып көрдім. Спорт жағынан. Сосын мінездеме береді әскерден. Әскери әр мерзімді қызметшіге. Сол мінездемені қарайды. Сол жаққа бұйрығым шықты. Сөйтіп орналастым ғой. Жақсы. Енді норматив болған екен, жалпы. Қандай жаттығулардан өттіңіз ол кезде? Ол кезде 1 километр уақытқа жүгіреміз. Сосын 3 километр өзіндік жас несінде талабында уақытқа жүгіресің. Сосын турник бар. Турникке тартыласың өзің жасында. Сіз қанша енді айта аласыз ба? Өзіңіздің жасыңыздағы нәтижені айтсаңыз. Нормативтің ба? Бізде қазір мен жасымдағы жігіттер 20 тартылу керек. 20 тартылса 5 бағасы. Ал километр жүгірудің несі қалай болады? Километрдікі мен жасыма дейінгілер 2 минутта бару керек километрде. Жақсы. Жандос мырза, біздің сұхбатымыз аяқталды. Сізге рахмет. Әскери өмірдің бір күндігін айтқаныңыз үшін. Құрметті телекөрермен, келесі кезекте бейнебаянға береміз.